Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Назерке Болат. Менің екінші тегін ұйымдастырып жатқан вебинарыма қош келдіңіздер. Жалпы осы бірінші вебинарын ұйымдастырған кезде 1400 адам қатысқан болатын бас аяғы. Оның 98% пайдалы ақпарат алдық деген алғыстарын білдірген болатын. Әрине өте қатты қуанышты болдым. Екінші вебинарымда да мен дәл сондай деңгейде өткізгім келді. Және сіздерге 100% гарантия беремін, осылай пайдалы ақпарат беретініме. Сол үшін менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Дәл қазіргі қарап жатқан оқырмандарымның өзі екіге бөлінеді. Олар мен де пайдалы ақпарат алғым келеді, аяғына дейін қарап, барлығын жазып алайын деп кәдімгідей дәптер ручкасын алып дайын қарап отқан оқырмандарым. Ал екіншісі, соншама да не айтады дейсің, кейінде қарап алармын, дәл қазір уақытым жоқ деп жылы жауап тастайды, иә? Мен бірінші типтегі оқырмандарыма өте алғысым шексіз. Осылай менің еңбегімді бағалап, аяғына дейін қарауға тырысып жатқандарыңыз үшін. Және де сіздер екінші типке қараған кезде алда боласыздар. Біршама уақытқа, біршама минутқа, тіпті біршама секундқа. Сол үшін сіздерге сәттілік. Ал екінші типтегі оқырмандарыма айтарым, мен бұл видео бір күннен кейін өшіріледі. Яғни сізде қайта қарау мүмкіндігі болмайды. Сол үшін дәл бүгін қолыңызға бірінші типтегі оқырмандарым сияқты ручканы алып, қағазыңызды алып, барлық пайдалы ақпараттарды жазып алып отырыңыздар. Айтпақшы достар, өздеріңіз байқаған боларсыздар, бұл вебинарымыз 2 видеодан тұрады. 2 видеоны толық қараған оқушыларыма менің атымнан өзімнің сыйлығым бар. Сол үшін аяғына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық достар. Жалпы мен өзімді таныстырып өтетін болсам, менің есімім Назерке Болат, Назерке Абайқызы. Менің мінезім жалпы қарапайыммын, ақ көңілмін және шынайымын. Мен үнемі оқырмандарыма инстаграмда осы тұрақты бұрыннан жазылып келе жатқан оқырмандарым болса, кәдімгідей біледі қаншалықты шынайы екенімді. Жалпы мен бітірген мектебім Ақтау қаласындағы жалпы орта мектепте оқыдым, номер 20-шы. Ол жерде мен 8 жыл білім алдым. Ал Назарбаев сәскелік мектебінде 9 сыныптан 12 сыныпқа дейін оқып шықтым. Менің таңдау пәндерім биология, химия болды. ОБТ-дан жинаған ұпайым 119. Бізде Назарбаев сәскелік мектебінде ОБТ тапсырмаймыз, бірақ ОБТ-дан да бірнеше есе МЭСК деген экзаменіміз бар, халықаралық деңгейдегі экзамен. Осы экзаменнен жинаған балым шкала бойынша есептелді, сол кезде 119 деген бал шықты. Ал IELTS менің 6 алдым 9-дан. Дәл қазіргі оқып жатқан университетім ол Европадағы University of Debrecen деген университет. Венгрия елінде білім алып жатырмын, именно биология мамандығында. Менің сүйікті ісім ол менің саяхаттауым, ел аралау, Европа елдерін әсіресе өте көп армандау екіншісі, және жаңа адамдармен көптеп танысу, және дәл қазіргі айналысып жатқан сүйікті ісім ол өзіммен қатармен, немесе өзімнен кішілерге, оқушыларға, іні-сіңлілеріме, аға әпкелеріме ағылшын тілінен білетіннің барлығын үйрету, бөлісу, және қазақша әдеби кітаптар оқу. Негізі статистика бойынша менің оқырмандарым 95% оқушылар мен студенттер екен, қалғандар ата-аналар. Ал енді мен де сіздермен танысқым келеді қатты. Сол үшін дәл қазір комментарийге өздеріңіздің есімдеріңізді жазып жіберсеңіздер, мен кәдімгідей қуанып қалар едім. Енді жалпы осы мен вебинар туралы айтып өтейін. Бұл вебинар 2 видеодан тұрады. Айтып өткенде 2 видеода міндетті түрде аяғына дейін қарауларыңыз маңызды. Себебі мен мұнда сіздердің алтындай уақыттарыңызды алып, артық нәрсе айтып отыру үшін емес, барынша сіздерге пайдалы болуға тырысамын. Видеоның соңына дейін қараған оқырмандарым аяғында осы шетелге оқуға тегін түсу туралы барлық құпияны білетін болады. Бірақ барлық. Және шетелде жүріп, қалай өз ақшаңа MacBook және ата-анаңа ақша жіберіп тұруға болатын туралы айтып беретін боламын. Шетелде жүріп, қалай ай сайын 500 мың теңге, 126 мың теңге, 400 мың теңге стипендия алуға болатында туралы айтып беретін боламын. Сол үшін менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Сыйлығым бар. Енді достар, жалпы негізгі тақырыпты бастамас бұрын сіздермен бірге армандау, визуализация туралы әңгіме айтқым келіп тұр. Жалпы шетелде өмір сүру, стипендия, еще қосымша табыс тауып тұру кімнің арманы емес, иә? Кезінде мен де қатты армандадым.
күндегісі күнде, тіпті түнде де музыка қосып қойып, кәдімгідей армандап елестетіп жататынмын. Сенесіздер ме? Дәл қазір осы менің барлығы мен армандағандай болып жатыр. Менің үйдегі оқитын үстелім, сабақ оқитын үстелім, достарым, университетім, тіпті ұйықтайтын диваныма дейін барлығы менің армандағандай болып жатыр дәл қазір. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, Дебрецен университетінің main building дейді, яғни басты ғимараты. Бұл 1538 жылдан бергі келе жатқан ғимарат. Осы сурет қатты ұнап қалды, осы жерде оқитыныма күнде армандайтынмын, сенетінмін, және сол үшін де мен оны бөлмеме, ноутбугыма, тіпті соткамның ең басты бетіне қойып қоятынмын. Бір жылдан кейін суретте көріп тұрғандарыңыздай, мен уже сол ғимараттың алдында тұрдым. Өзім ең бірінші көрген кезде жылап жіберіп жаздадым, ол кәдімгідей көңілім босап кетті, мен шынымен арманым орындалды ма деген сияқты. Сол үшін де мен армандауға, жалпы визуализацияға, елестету дейді ғой қазақша, елестетуге қатты сенемін. Дәл қазір мен де сіздермен осы елестету туралы бір-екі минуттық шағын бір жаттығу десек болады енді. Соны сіздермен бірге істегім келіп тұр. Давайте енді қазір сіздер көздеріңізді жұмып қойып армандап көрейік. Сіз қазір оқушысыз. Жасыңыз 13 пен 17-ның арасында. Немесе университеттегі қарапайым кәдімгі студентсіз. Сіздің шетелге түсе алатыныңызға ешкім сенбесе де, ата-анаңыз қолдамаса да, тіпті кейбір жақын достарыңыз, алыс достарыңыз болсын, күлсе де, ең басты сіз өзіңізге сеніп, күнде армандайсыз, елестетесіз. Көп замай тек армандау аз екенін біліп, ағылшын және басқа да біліміңізді шыңдайтын курстарға, кітаптарға ақша жинап, біршама уақыт табанды түрде ағылшын тілін меңгеріп, біліміңізді жетілдірдіңіз. Біліміңізге деген сенімділігіңіз артылғасын, шетелге қажетті экзамендердің бәрін тапсырдыңыз. Жауап күтіп жүрсіз. Примерно 4-5 айға созылады жауап күту процесі. Көп замай оқудан шетелге оқуға сіз түстіңіз, бізге қабылдандыңыз, университетке келе берсеңіз болады деген хат келді. Сіздің ата-аналарыңыз, қолдамаған ата-аналарыңыз, тіпті күлген достарыңыздың барлығы шокта тұр. Сіз бірақ барлығы шын жүректен кәдімгідей қолдап жүр. Мама-папаларыңыз қатты қуанып, сіздің туыстарыңыздан сүйінші сұрап, қуанып жүр. Ал сіз өзіңіздің ішіңізде бойыңызды мен істей алдым деген мақтаныш сезімі кернеп тұр. Енді сіз уже заттарыңызды жинап, визаға деген дайындығыңызды бастадыңыз. Яғни шетелге виза беріледі, сол визаға кәдімгідей дайындығыңыз бастадыңыз. Және жаңа достарыңызбен, университеттегі танысатын профессорларыңызбен барлығымен танысуға асық болып жүрсіз. Қандай керемет, иә? Енді көздеріңізді аша берсеңіздер болады. Мен де дәл осылай армандадым. Және армандаудың өте көп пайдасы тиетінін өзім тәжірибемнен сіздерге 100% айта аламын. Сол үшін де күндегісі күнде осылай армандаңыздар. Бірақ армандау жеткіліксіз. Енді менің жағдайымды айтып беретін болсам, мен өзім көп балалы отбасыданмын. Көп балалы отбасыдағы балалар білетін боларсыздар, иә? Көбіне бауырмалдық басым болады. Жан-жағыңды ойлап тұрасың. Курстарға деп ата-анаңнан ақша сұрауға ұяласың. Мен, мысалы, өзім мектептің соңғы жылы қатты мақсат қойдым да, армандадым, шетелге оқуға қалайда түсуім керек деген. Сол жылдары мен химия, биология, математика бәріне дайындалып жүргенде ағылшын тілін қолға алдым. Ағылшын тілім негізі шынымды айтсам нашар болды. 9 класстан бастап дайындалдым. Негізі тағы да айтатын боламын алдағы уақытта. Негізі өте нашар болды менің ағылшын тілім. Сол үшін де көбірек курстарға қатысуға тура келді. Ата-анамнан курсқа деп ақша сұрай беретін басында. Енді басында үндемей бере беретін, бірақ қымбат курстар тауып алып, тағы да қатысқым келеді деп қоймай сұрай беретін. Сол кезден бастап қымбат курстарды ұсына бастадым. Яғни қымбат деп отырғаным, менде сағатына 5000 теңгелік курсқа қатыстым. Сенесіздер ме? Сағатына, айына емес, 3 айға емес, 1 жылға емес, бір сағатқа 60 минутқа 5000 теңге төледім. Осындай курс тауып алдым. Әрине басында ата-анам кішкене шыдай тұр, енді басылар деген үмітпен сөйтіп айтқан, шыдай тұр, айлық түссін немесе ақша жиналсын деп
айтты, бірақ мен берілмей жылап болсын сұрап алатынмын. Сол кезде менің ата-анам мен көзімдегі отты көрді ме, әлде жалындап тұрған осы ағылшын тіліне деген отты көрді ме, әйтеуір ақшаны аямай берді. Тіпті жаңа үйімізге деп жинап жүрген ақшаны шетінен бере бастады. На қатыс деп. Сол үшін мен қазір ата-анама алғыс айтамын. Оларға қазір керісінше мен жіберіп тұратын болдым. Мен жалпы ағылшын курсына деп бас аяғы, сенесің бе, 500 мың теңге жұмсаппын. Бірнеше курстарға қатыстым. Ішінде арзан курстар да болды, қымбат курстар да болды. Бірақ енді бас аяғы 500 мың теңге деп құрттым. Негізі осындай курсқа деп қатыса берген арқасында, осы тәжірибеден өткен арқасында, қай кезде де адам инвестиция салса, осы именно білімге, онда сол кезде адам сенгісіз нәтижелерге жетіп бастайды екен. Мысалы, мен қазір сол 500 мың теңгені мына жерде жүріп 3-4 айда ақтап алдым. Яғни мен ай сайын мына жерде осы оқуымда 126 мың теңге стипендия алып тұрамын. Яғни 3-4 айдан кейін мен уже ағылшын тілінің курсының ақшасын ақтап алдым. Тіпті қосымша ата-анама да ақша жіберіп тұрамын. Ол туралы енді алдағы слайдта толығырақ айтып беретін боламын. Сол жерде көретін боласыздар. Негізі достар, сіздер мен менің арамызда жалпы айтарлықтай айырмашылық жоқ десем де болады. Яғни мен жасағанды сіздер де жасай аласыздар негізі. Менің кішкентай ғана айырмашылығым бар шығар, сіздерден кішкентай ғана айырмашылығым ол ағылшын тілінің маңызын ертерек түсінген болар. Мысалы, басқалай айырмашылықтар жоқ шынымды айтсам. Яғни барлығымыздың миымыз, ақылымыз бәрі бірдей. Тек кім ерте ағылшын тілінің маңызын түсінді, сол әрдайым алда жүреді. Енді оқушылар, сіздерге ой келген шығар, ағылшын тілінің айтарлықтай қандай құдіреті бар соншамадай деген сияқты. Давайте енді қазір осы ағылшын тілінің жалпы біздерге ашар мүмкіндіктер туралы айтатын болсақ. Ағылшын тілін меңгерген адамның жалпы мүмкіншіліктері өте көп. Оның ең біріншісі дәл өзімнің мысалымда тегін оқу. Менің оқуым үйімнің арендасын, плюс коммунальный услугасын, тамағымды барлығын қамтамасыз етіп береді. Еще прям тегін оқып жатырмын. Яғни грантқа оқып жатырмын. Негізі жылына менің оқуым 4 миллион теңгені құрайды. Ал айына мен примерно 20 мың теңге алып тұрамын. Менің оқуым 3 жыл созылады. Жаз айында да стипендия алып тұрамын. Просто так 3 айда мен 360 мың теңге аламын. Ойлап қараңыздар, почти 400 мың теңгедей, иә? Курстың өзгеруіне байланысты примерно 400 мың теңгедей алып тұрамын. 3 айда, жазғы каникулда. Жылына, сонда 3 жылда мен примерно 4-5 миллион теңге стипендия аламын, еще оқуыма деп бөлек 12 миллион теңге төленеді. Оның барлығын осы ағылшын тілін білген арқасында стипендиум хангарикум деген бағдарламаның, яғни грант бөлетін бағдарламаның иегері атанғасын. Одан басқа Европада Erasmus Mundus деген атты стипендиялық бағдарлама бар. Сонда оқушыларға ай сайын 500 мың теңге беріп отырады. Ойлап қараңыздар, ай сайын 500 мың теңге. 100 мың теңге емес, 20 мың теңге емес, 500 мың теңге беріп тұрады. Және тағы да DAT деген бағдарлама бар. DAT бағдарламасы ол Германиядағы жеке кәдімгідей бағдарлама. Ол жаққа неміс тілінде оқуға түссеңіз де болады, ағылшын тілін біліп те түсуге болады. Ол жақта берілетін айлық стипендия 400 мың теңгені құрайды. Айлық бір айға ғана 400 мың теңге аласыз. Және оқуыңыз тегін болады. Одан басқа ISEC деген еріктілерге арналған ұйым бар. Ол жерде сіз ағылшын тілін білсеңіз, ағылшын отбасына барып, тұруыңызға, тамағыңызға, саяхатыңызға төлейтін болады. Тек ағылшын тілін меңгеруіңіз керек. Болды, басқа ешқандай сұрап тұрған нәрсесі жоқ. Енді Work and Travel дегеніміз бар. Ол америкалық бағдарлама. Ол бағдарлама арқылы, ол бағдарламаңыз ағылшын тілін меңгеріп, Америкада жазғы каникулда 3 ай жұмыс жасап еңбек етсеңіз болады. Ол жерде тоже жұмыс жасап сіз миллиондап қайтасыз. Яғни 3 айда примерно 5-6 миллион ақша табасыз. Ел аралайсыз, Американы аралайсыз, және қалған ақшаңызға Қазақстанға әкеліп өзіңіздің кәсібіңізді ашсаңыз болады. Енді оны өзіңіз білесіз. Яғни ағылшын тілінің бізге берер мүмкіндігі өте зор. Екіншісі, ағылшын тілін меңгерген адам мүмкіншіліктері ол егер сіз ағылшын тілін меңгерсеңіз, бірден жақсы жұмыс тауып, жоғары жалақыға ие боласыз. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда ағылшын тілін білетін жұмысшылар өте тапшы. Сол үшін де олардың айлықтары жоғары болады. Мысалы, көбіне орташа есеппен алғанда 500 мың теңгеден басталады.
сенбесеңіздер маған Headhunter KZ деген сайттан қарап көре аласыздар. Ағылшын тілін білетін мамандардың айлығы всегда жоғары болады. Және үшіншісі әрине ол тілді жақсы меңгерген сіздерде онлайнда да болсын, өмірде де болсын шетелдік достарыңыз өте көп болады. Әр елдің дәстүрімен таныс боласыз. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай менің ең жақын достарым осы группаластарым Хуслен, Вал, Пауло, Дзилахо, Амбер деген сияқты достарым бар. Және ең бірінші орыс қыз Ирина деген, ол менің дәл қазіргі жақын досым. Осы группаластармен бірге біз сабақ оқимыз, бірге далаға шығып осылай мороженое жеп тұрамыз, бірге серуендеп тұрамыз, бір-бірімізге всегда көмектесіп отырамыз. Прям қасымда достарым қатты ұнайды. Маған қазақ достарымнан гөрі кейде маған шетелдік достарым өте жақын бол сияқты көрінеді. Сол үшін де өте көптеген достар табуға мүмкіндік ашады ағылшын тілді. Киноларды, музыкаларды, кітаптарды оригинал күйінде көріп, тыңдап отыра аласыздар. Және ағылшын тілін білсеңіздер, сіздер қатарыңыздың алды боласыздар. Көп ақпаратты, жаңалықты бірінші болып біліп отырасыздар. Әлемдік жаңалықтарды өз бетінше түсініп оқи аласыздар. Мысалы, мектепте де универде тапсырма бергенде сіз ағылшын дерек көздерден іздеп таба аласыздар. Мысалы, көбіне бір-бірінен көшіріп немесе интернеттен қазақша ақпаратты іздесең, барлығы бір-бірдей болып келеміз, сыныпқа өтірік емес. Сол сіздер ерекшеленіп, ағылшын тілін білсеңіздер, ағылшынша іздеп материалдарды барлығын ағылшынша толтыра аласыздар. Және де ағылшын тілінің бізге берер келесі бір мүмкіншіліктері, ол сіз ағылшын тілін білу арқылы маған ең қатты ұнайтыны ол ағылшын тілін білгенде далада қалмайсыз ешқашан. Сіз кемінде әйтеуір білгеннен кейін сіз білгеніңізді басқаға да үйрете аласыз. Яғни басқаға үйрету арқылы, ініңізге, сіңліңізге, жақын туысыңызға үйрету арқылы, мысалы табыс тауып көзінде қарастырсаңыз болады. Мысалы, мен ағылшын тілін негізі 4 жыл бойы үйрендім. Осы 4 жыл ішінде мен бірнеше курстарға қатыстым. Енді шынын айтсам, көпшілігі ұнаған жоқ. Себебі маған дайындау жолдары көбіне жаттатып қоятын, алфавиттен бастайтын деген сияқты. Алфавит ол көбіне ересектерге келіспейді, мысалы, ол көбіне кішкентай балаларға деген сияқты. Бірақ соның барлығын маған да қолдана беретін. Мен ең қатты жек көретін сол болатын, жаттатып қоятын деген сияқты. Бірақ осы курстың ішінде бір ғана курс маған қатты ұнады. 3 ай ішінде барлығын атыды күшті алып, бір күшті миға қонымды етіп түсіндіріп берген. Дәл осы методты пайдаланып, мен де оқушыларыма курс ашып, жаңа курс ашып, дамытып жатырмын. Ал бұл курстар менің арманымды орындап жатыр, шынымды айтсам. Менің ең үлкен армандарымның бірі ата-анама, жалпы ата-ана ақшасына тәуелсіз болып, өзімді өзім спонсировать еткім келетін еді. Яғни керісінше мен оларға ақша беріп тұрғым келетін еді. Ол арманымда осы ағылшын тілін меңгеру арқылы орындалып жатыр. Екінші, ол өзімнің осы жылғы армандар картасын құрдым. Февральдың ортасында сіздермен бөлісіп жатырмын, негізі ешкімге айтпап едім. Осы февральдың ортасында армандар картасын құрдым. Және ол жаққа мен ең бірінші MacBook ноутбугын алам деп қойған болатынмын. Сенесіздер ме, мен негізі сенген жоқпын, өзім сенген жоқпын. Бірақ мен осы жылы MacBook'ты алдым. Прям шокта жүрмін, әлі күнге дейін сенбеймін. Қазір посылкамен енді жетеді, маған әлі жетпей жатыр. Бірақ уже қайтсам, мен сөзім жоқ осы ағылшын тілін меңгергеннің арқасында, бірақ адам біраз жетістікке жетуге болады. Яғни сіз армандарыңызға жол ашасыз. Және тағы да екінші үлкен арманым, ол жақын арада осы сіздерге арнап, осы оқырмандарыма жалпы көбірек видео түсіргім келеді, және курстарымдағы видеолардың сапасын арттыру мақсатында мен iPad құрылғысын алғым келіп отыр. Себебі ол жерде барлығы идеально құрастырылған. Енді ол арманыма да мен жақын қалдым. Барлығымыз бірге жетеміз деп ойлаймыз. Сіздерде кеңес берерім, армандар картасын құрыңыздар міндетті түрде, және жазыңыздар. Осы именно ағылшын тіліне байланысты құрсаңыздар, осы жылы міндетті түрде орындалатын болады. Енді достар, осы бірінші видеоның соңына жеттік, бірақ уайымдамаңыздар, ең қызық жеріне келіп жатырық енді. Екінші видеода мен сіздерге өзім ағылшын тілін қалай үйрендім, қандай методика туралы, қандай кітап пайдаландым, маған қалай үйретті, барлығын тегін айтып беретін боламын. Және шетелге оқуға қалай түскен туралы барлығын айтып беретін боламын. Соның шетелде өткізіп алмай қараңыздар міндетті түрде.
екінші видеода күтемін сіздерді. Сау болыңыздар.